Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі 2-ші сынып 65-ші сабақ Атамұра баспасы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сөз және оның мағынасы деп аталады. Олай болса, каналға тіркелуді ұмытпа, сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Біз жаңа тарауды, яғни 3-ші бөлімді бастаймыз. Дені саудың жаны сау. Сөз мағынасымен осы тарауда жұмыс істеуді аноним, синоним, амоним сөздерін ажырата білуді және оларды сөйлеуде қолдануды, түбірмен қосымшаны жұрнақпен жалғауды ажыратуды үйренетін боламыз. Олай болса, бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Шаңғы. Шаңғыны қар үстінде жеңіл жүру үшін ойлап тапқан. Алғашында шаңғы қатты ағаштан жасалды. Арнайы шаңғы бәтеңкелері екі аяққа бекітіліп, қар үстінде сырғанады. Кейін сырғанауды жақсарту үшін тағы қос таяқ қосылды. Адамдар ұзын таяқтардың көмегімен бұрынғыдан жылдам жүйткіді, араға жылдар салып, шаңғының көптеген түрі пайда болды. Олар спорттық биіктен сырғанауға, трамплиннен секіруге арналған және су шаңғылары. Бұл мәтін шаңғы туралы екен балдырған журналынан алынған. Түсінбеген сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен қарап ал дейді. Шаңғы дегеніміз, қарда, яғни қыс мезгілінде сырғанауға арналған құрал. Балалар білмегендерің болса, осы суреттен қарап алсаңдар болады. Мына жердегі шаңғы екі аяғы, яғни екі аяққа киіп аласың, оның қолға ұстайтын екі таяғы болады. Шаңғы бәтеңкелері болады, яғни мынау дегеніміз, мына жерде шаңғыны бәтеңкеге бекітетін өзінің осындай жіптері бар екен. Шаңғымен жүйткіді дегеніміз, балалар шаңғымен сырғанады деген мағынаны білдіреді. Мәтін мазмұны бойынша берілген сұрақтарды жалғастырып көр дейді. Бірінші сұрақ былай болып тұр. Адамдар шаңғыны не үшін ойлап тапты? Адамдар шаңғыны қарда сырғанау үшін жүйткіп, жылдам жету үшін ойлап тапқан, яғни қарда жақсы жүретін құрылғы. Алғашында шаңғы қандай пайда болды дейді. Алғашында шаңғы, яғни ағаштан жасалған болған. Үшінші сұрақ, қазір шаңғының қандай түрлері бар деген сұрақ қойсаң болады, немесе төртінші шаңғымен сырғанауды жылдамдату үшін не қосты деген сұрақтарды қойсаң болады. Оның жауаптарын мәтіннен бір қарап ал. Мына сөздер кестедегі қай топқа тиісті екенін тап және оларды дұрыс орналастыр дейді. Шаңғы, қар, жасалды, қатты, екі, таяқ, ағаш, қосылды, ұзын, қос сырғанады деген сөздер берілген. Енді осыны біз заттың атын білдіретінге, заттың сынын білдіретінге, заттың санын және қимыл атауды білдіретінге етіп бөлуіміз керек. Оны анықтау үшін біз сұрақтар қоямыз. Шаңғы не деген сұраққа жауап береді, онда бірінші кесте. Қар не деген сұраққа жауап береді, бірінші кесте. Жасалды не істеді, үшінші қимылды білдіреді. Қатты қандай, яғни сынын білдіріп тұр. Екі заттың санын білдіреді. Таяқ не таяқ, заттың атын білдіреді. Ағаш не ағаш. Қосылды не істеді дегенді білдіреді. Қосылды. Ұзын деген бізде заттың сынын білдіреді. Қос деген екі деген мағынаны білдіреді. Сондықтан біз оны заттың саныға жазамыз. Сырғанады не істеді деген сұраққа жауап береді. Мына жерде қосылды дегенді мына не істеді деген нұсқаға жазасың. Екінші жаттығу суретке қара, мына спортшы шаңғының қай түрімен шұғылданып жүр деп ойлайсың дейді. Яғни бұл бізде фристайл. Фристайл спортшы шаңғымен түрлі акробатикалық іс-әрекетті орындайтын спорт ойыны болып табылады. Шаңғыны киіп алады да, бұның ерекшелігі әртүрлі қиын іс-қимылдарды көрсетеді. Үшінші жаттығу сурет бойынша әңгіме құрастыр дейді. Бірінші балалар суретке қарап алайық. Мына балалар спортының қай түрін көріп отыр теледидардан. Былай құрастырсақ болады. Бүгін демалыс. Арман мен Азат Жандостың үйіне қонаққа келді. Үшеуі теледидардан футбол матчын көрді. Сүйікті командалар жеңімпаз болғанда үшеуі қатты қуанды деп жазсаң болады қысқаша. Әрі қарай осы жаттығу жалғастырамыз. Суреттегі балалардың көңіл күйінің өзгергенін неден байқауға болады дейді. Балалардың көңіл күйін олардың қозғалыстарына және бет әлпеттерінен байқауға болады. Яғни эмоциялардың өзгеруінен байқай отырмыз. Олар қуанып жатыр, себебі футболдан гол салған болуы керек. Енді сөз қимылдың көмегімен қуанған балалардың көңіл күйін білуге тырыс. Мысалы, бірінші суретте ашуланып тұрған біз байқаймыз оның түріне қарап. Екіншіне өкініп тұрған байқаймыз. Үшіншінде таңғалып тұр. Төртіншінде жылап тұр. Бесіншінде қуанып тұр. Алтыншында ұялып тұр, немесе ойланып тұрғанын. Яғни біз іс-қимыл арқылы оның түр әлпетіне қарап байқай алады екенбіз. Сенің көңіл күйің дәл қазір қандай болып тұр? Ойланып көр.
Келесі төртінші жаттығу жаңылтпашты жатқа жаз. Аяғым таяғыма тиді, таяғым аяғыма тиді. Қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Сөз мағынасы қай дыбыстың әсерінен өзгерген айт дейді. Яғни мынау дегеніміз бізде аяқ, мынау дегеніміз таяқ. Яғни аяғым таяғыма тиді деген осы шаңғы туралы айтылған екен. Әрі қарай мына жаттығуды орындайық. Бұл жерде мына тұрған суреттерді өзің қосымша орындау арқылы анықтай аласың. Осы сурет қайсы тәтті, қайсы ериді, қайсы шірейді, қайсы қышқыл екенін осы сөздерді анықтау арқылы табамыз. Мысалы, біреуін көрейік. Қияр бізде қайсы? Ол пайдалы. Қияр бізде тағы қандай? Қатты деп жауап берсек болады. Немесе балмұздақ, ол бізде ерігіш деп алсақ болады. Осылай өзің зейініңді тұрақтандыратын жаттығуды қосымша орындап көр. Және тағы да бір тапсырма балалар сіздерге, қосымша бұл кітапта жоқ, орындау үшін осы сурет арқылы мәтін құрастыр. Бірінші бала не істеді, екінші не істеді, үшінші не істеді, төртінші не істеді. Яғни күн тәртібін құрастыруға көмектес, сөздік қорыңды ұлғайт. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау бол.